Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздерменен видеода көрсетілгендей өте дәмді кекс жасайтын боламыз. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Бір жасағаннан мінсіз өте дәмді, әдемі болып шығады. Балаларға жасап берсеңіздер өте сүйіп жейді. Мен видеоның астына барлығын грамдарын өлшеп жазып қоятын боламын. Бізге бұл кексті жасау үшін ұн, сұйық май, су, жұмыртқа, айран қажет болады. Құмшекер және қопсытқыш қажет болады. Бір ыдысқа сұйық заттардың барлығын құйып аламыз. Айран, сұйық май, суды, құмшекерді және жұмыртқаның барлығын бірден құйып, миксермен құмшекер ерігенше миксерлейтін боламыз. Бұл заттардың барлығы бөлме температурасында болғаны жақсы. Міне, құмшекер ерігенше миксерлеп алдық. Енді қопсытқышымызды ұнымыздың үстіне қосып, араластырып, оны жаңағы сұйықтыққа құйып, оны да миксерлейтін боламыз. Жақсылап араластырып, миксерлеп алдық. Енді қалыптарымызға 2 қасықтан салып шығатын боламыз. Шамамен 20 штуктай кекс шығады. Бетіне өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша күнжіт қоссаңыздар болады. 180-200 градуста 20-25 минутта пісіп шығады. Міне осындай барлығы бір келкі көтеріліп әдем болып шыққан. Сіздер де міндетті түрде жасап шайға қойсаңыздар болады.